Түркістан облысы полиция департаментінің инспектор-психологтарының ұйымдастырылуымен полиция қызметкерлерінің салауатты өмір салтын одан әрі дамыту мақсатында еліміздің отбасы күніне орай толағай атты спорттық сайысы өткізуде. Және де президентіміздің биылғы жылды балалар жылы деп атауының негізінде мемлекет отбасынан басталатыны, отбасылық құндылықтарды нығайтудың маңыздылығына ерекше назар аударудамыз. Бірлігіміз барда, жүреміз тек алда. Департамент бастығының атынан, жеке құрам атынан рахметімізді айтамыз. Әрқашанда заман тыныш болып, осылай тек қана жарыстарда кезек жүре берейік. Отбасылық спорттық іс-шарасының өнегелі отбасы номинациясының иегері Әлішеровтар отбасы Қыран тобы марапатталады. Үлгілі отбасы номинациясының иегері Батырлар тобыры Бақтығалиевтар отбасы. Полиция генерал-майоры Мұрат Қабденовтың алғыс хатымен мейірлі отбасы номинациясының иегері Әжібаевтар отбасы Жалын тобы. 3-ші орын иегері Қазықановтар отбасы Сұңқар тобы. Барыс тобы Хайриевтер отбасы. Толағай атты отбасылық спорттық іс-шараның бас жүлде иегерлері Жүйріктер командасы. Рүстемовтар отбасын қабыл алыңыздар. Мыңнан тұлпар 100-ден жүйрік болған. Бала мен осы ойынға қатысасын деген күннен бастап 2-3 күн дайындалғаным рас. Дайындалғанымыздың нәтижесінде бірінші орын алдық. Рахмет ұйымдастырушыларға.